Армысыздар, эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Арыскүл Айткарымқызы. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына тоқталсақ. Президент Нұрсұлтан Назарбаев жастар жылы басталғанын ресми түрде жариялады. Елбасы сондай-ақ жастар арасында туризмді дамытуды, патриоттық жұмыстарды қолға алуды тапсырды. Семейде жарықтандыруды жаңарту жұмыстары басталмақ, оған 2 миллиард теңгеге жуық қаражат жұмсалады деп жоспарланған. Осы және өзгеде жаңалықтар жөнінде толығырақ. Бүгін Астанада елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен жастар жылының ашылуына арналған салтанатты шара болып өтті. Жиында мемлекет басшысы жастарға мемлекет және қоғам тарапынан көрсетілетін кешенді қолдау шаралары туралы айтып, жас буынды қуантып тастады. Соның бірі жастар үшін өте өзекті мәселелердің бірі баспанаға қатысты болды. Елбасының тапсырмасымен еліміздің ірі қалаларында жастарға арнап жыл сайын 1000 пәтер салынатын болды. Сонымен қатар президент жастардың сапалы білім алуына, ғылыммен айналысуына, кәсібін жүргізуіне, жұмыспен қамтамасыз етуге барынша қолдау көрсетіліп, арнайы гранттар бөлінетінін айтты. Әр қазақ үшін алтын бесік ауылға барып, еңбек еткісі келетін жастарға берілетін жәрдемақы көлемі де артатын болады. Бұл тәуелсіз Қазақстанның шекпенінен шыққан жас буын өкілдері. Ойлары озық, рухы еркін жастар еліміздің әр өңірінен арнайы президентпен кездесуге келді. Елбасы тәуелсіз Қазақстанның ең үлкен жетістігі осы жастар екенін алға тартып, оларға мемлекет тарапынан әркез қолдау болатынын айтты. Елімізде жас ғалымдардың буыны өсіп келеді, алайда оларға жоғарғы жақтан көрсетілетін қолдау тиісті деңгейде емес. Сондықтан дарын иелері өзге жаққа кетуді жөн санайды. Президент жас ғалымдарға бөлінетін гранттарды енді 3 миллиард теңгеге арттыруды тапсырды. Бұл үлкен қолдау. Қазіргі таңда өнерлі жастарды қолдау үшін белсенді жұмыс жүргізіліп жатқанын білесіздер. Қоғамда түрлі бағыттар бойынша креативті азаматтардың тұтас шоғыры қалыптасты. Активное содействие молодым ученым очень важно. Қазір бізге жас ғалымдарға көмек көрсетудің маңызы зор. Біз болашақ бағдарламасын бекіткеніміздің дұрыс болғанын өмірдің өзі көрсетті. Еліміз үшін ең күрделі болған 1993 жылы қарттарға зейнетақысын бере алмай жатқан кезде, мұғалімдер мен дәрігерлерге, әскерилерге айлығын төлей алмай жатқан тұста жастарымызды әлемнің ең үздік жоғары оқу орындарына жолдадық. Олардың 12 мыңы қазір қайтып келіп біздің экономикамызға жұмыс істеуде. Шағын несие беру мен оны оқыту ісі бойынша барлық өңірде жас кәсіпкер бағдарламасы әзірленеді. Жоба аясында жыл сайын білім алатын жұмыссыз жастар мен өзін-өзі жұмыспен қамтығандар санын 100 мыңға дейін жеткізу көзделіп отыр. Үкіметке бизнес 2020 деген жол картасы аясында сол жас кәсіпкерлер үшін грант бойынша бөлінетін қаржы көлемін 2 есеге арттыруды тапсырамын. Жас ғалымдарға грант беру ол міндетті түрде болу керек. Жалпы осыны жасайтын болсақ, 3 жыл ішінде 300 мыңға жуық жастарымыз бизнестің қыр-сырын меңгеріп шығатын болады. Кем дегенде 80 мың адам немесе олардың 4-тен бірі өз кәсібін бастап кететін болады. Бітіруші курстарда, университеттің жоғарғы курстарында оқитын 60 мыңға жуық студентті бизнеске баулу қажет. Көп мемлекеттерде 4-5 курстарда бизнеспен шұғылдана бастайды. Жақсы оқитындарды әрбір компаниялар келіп өзін үгіттей бастайды. Ертең бітіргенде бізге келесің, қазірден бастап кел, мына жерден жұмысты қара, қандай жұмыс жасап жатырмыз дейді. Сол жағын қолға алу керек. Қазір ауыл жастарының үлесі 43%. Өткен жылы елімізде ауылдан қалаға көшкендер саны 220 мыңнан асқан. Сондықтан үкімет пен әкімдіктер жастардың білім алуына, жұмысқа орналасуына, демалыс және басқа да мәселелерін жүйелі шешуге күш салуы қажет деді елбасы. Ауыл ел бесігі жоба аясында инфрақұрылымды дамытып, жергілікті жерлердің кадрлық әлеуетін күшейте түсуіміз керек. Осыған орай жаңа айтылды, сөйлеген сөздерді дипломмен ауылға деген ұсынысымен енгізу болатын кезінде осының тізімін кеңейтуге ұсынамын. Көшіп барған үшін жастарға жәрдемақы бұрын 70 айлық есептік көрсеткіш болатын. Соны 100 айлық көрсеткішке дейін жоғарылату керек.
Осы орайда мемлекет басшысы жастарды ауыл шаруашылығымен кеңінен айналысуға шақырды. Себебі қазір урбанизацияға қарамастан азық-түлік өнімдеріне деген сұраныс ешқашан төмендемейді. Ал ондай өнімдердің басым бөлігі ауылды жерлерде өндіріледі. Сондай-ақ президент үкіметке жастар арасында туризмді дамытуды, патриоттық жұмыстарды қолға алуды тапсырды. Министрлер кабинеті 2025 жылға дейін жастардың әскери тәрбиесін арттыруға арналған бағдарлама әзірлеуі тиіс. Мемлекет басшысы Жусан гуманитарлық операциясында жастарға сөз етті. Ағымның жетегінде адасып, Сирияға кеткен қазақстандықтарды құтқару жұмыстары жалғасады, деді президент. Мы эту работу будем продолжать. Но теперь надо их адаптировать. Кішкентай балалар біздің самолеттен келіп түскен кезде айтады дейді, мына жерге бомба түспей ма? Шешесінен сұрайды. Түспейді бомба. Әбден туғанынан үйренген қой. Бомбаланып. Жиында үкіметке айтылған тапсырмалардың арнайы жол картасы дайындалады. Соған сәйкес тиісті министрліктер мен әкімдіктер жұмыс жүргізбек. Президент жастарды отанды сүюге, патриот болуға шақырды. Себебі ұлы даланың қойнауы ата-бабамыздың ізі қалған тұнған тарих. Ал бүгінгі толағай табыстары әлем назарында. Дулат Жексенбайлы, Қанат Жұмабек, арнайы президент телерадио кешенінің көмегімен Қазақстан ұлттық телеарнасы. Жалпы бүгінгі жиын өзінше бір форматта өткен, айта кету керек. Елбасыдан бастап кездесуге барлығы галстуксыз келді. Алға суырылып шығып жасап жатқан жобаларымен, қол жеткізген жетістіктермен бөліскен жастар арасында өзара сенімге құрылған ашық әңгіме болды. Президенттің жастарға жасалатын қолдау шаралары туралы сөзін естіп, батасын алған жас буын өкілдері ойларын еркін жеткізді. Өтініш тілектерін айтып, ақыл кеңес жобаларына қолдау сұрағандары да болды. Қазақстанда кәсіпкерлерге қолдау көп, жасқа да жасамысқа да. Расул соның дәлелі, жасы 23-те, қазірдің өзінде ол табысты кәсіпкер. Мы создали успешную сеть ресторанов Юфрейм Бургер. Юфрейм Бургер деген мейрамханалар желісін аштық. Ол әлемдік брендті ортамен бәсеке. Менің мақсатым қазақстандық өнімдерді әлемдік деңгейге жеткізу. Сондай-ақ мемлекет басшысы бүгін топ жарған талантты жастардың үздік жобаларымен танысты. Нұр әлем ғимаратында Найми.kz, Шоқан, Қазақ елі сынды танымал болып үлгерген жобалардың көрмесі өтті. Мәселен, Найми.kz мобильді қосымшасы арқылы қала тұрғындары тұрмыстық мәселелерді шешіп беретін кез келген маманды шақырта алады. Дерекқорда түрлі саланың 50 мыңға жуық шебері тіркелген. Мұнда күніне 300-ге жуық өтініш келіп түседі екен. Ал Шоқан брендімен жарыққа шыққан отандық костюмдермен былғарыдан жасалған аяқ киімдерге де бүгінде тапсырыс арта түскен. Президент сондай-ақ агроөнеркәсіп саласындағы жұмыстармен танысып, жоғары бағасын берді. Мемлекет басшысы жастардың ғылыммен айналысуына да барынша жағдай жасалатынын айтып, ғалымдардың зерттеуіне бөлінетін грантты қаржыландыруды жыл сайын 3 миллиард теңгеге арттыруды тапсырды. Осылайша ғылымға терең бойлаған азаматтар үшін жаңа мүмкіндіктер ашылмақ. Жас ғалымдардың идеяларын жүзеге асыру үшін мемлекет тарапынан қолдау көрсетіле береді. Бұл жұмысқа Назарбаев университеті де белсенді түрде қатысады. Президент елімізде түрлі салалар бойынша креативті жастар шоғыр қалыптасқанын айтты. Осы дарынды азаматтарды қолдауға бағытталған жастардың зияткерлік банкі де құрылады. Экономикадағы қиын жағдайға қарамастан, сонау 1990 жылдар бастау алған болашақ бағдарламасы да өзінің нақты жемісін беріп отыр. 12 тысяч болашаковцев. 12 мың болашақ түлегі, Назарбаев университетінің түлектері, Қазақстан менеджмент, экономика және болжау институты. Бәрі де қазірдің өзінде біздің елдің келешектегі элитасын құрып жатыр. Жас ғалымдарға өз идеясын шынайы жобаларға айналдыруда көмектесу керек. Өзім тура осы мәселемен айналысуды көздеп отырмын. Үкіметке осы жұмысты арнайы бақылауға кеңес беремін. Бұл процеске Назарбаев университетте кіріседі. Елбасы бүгін үкіметке жас маман бағдарламасын әзірлеуді тапсырды. Соның аясында 200 жаңғыртылған оқу орны базасында ең қажет индустриалды сервистік 100 мамандық бойынша мамандар даярланбақ. Әр өңірде бір университетті үздік етіп, оларға Назарбаев университетінің оқу жүйесіне жақындатылады. Және әлемдік стандарттарға толықтай сай келетін 10 колледж құрылады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев үкіметтегі жауапты тұлғаларға осындай тың тапсырма берді. Ол оқу орындары жаһандық деңгейдегі жаңа бағдарлама негізінде жұмыс істейді және біліктілігі бәсекеге сай ұстаздар іріктеліп алынады. Тіпті тапшы мамандарды шетелдерден шақырту көзделіп отыр. Әлемдік экономикадағы өндірістің барлығы бүгінде цифрлық технологияға көшіп жатыр. Адамдардың орнын ақылды роботтар алмастыруда. Нәтижесінде мүлде жаңа бағыттағы мамандықтар
пайда болуда. Қарқыны қатты бұл процеске Қазақстанда алдын ала дайындалуда. Әсіресе жастар нарықтың бағытын түсіне бастаған. Республикалық дарын ғылыми тәжірибе орталығының директоры Шолпан Қирабаева мектеп бітіретін түлектердің мамандық таңдауына таңданысын білдірді. Айтуынша, бүгінде қазақ балалары жаппай технологияға қарай бетбұрыс жасаған. Біз қарасақ, көбісі инженер болайын деп жатыр. IT-технология, химические инновации, биологические инновации. Көп балаларымыз, керемет мықты балаларымыз математикадан оралған, олар искусственный интеллектпен сонымен айналысамыз дейді. Бізге не керек? Әрине, бізге мұғалім дайындау керек. Мұғалім дайындау керек. Ол мұғалім ағылшынша білу керек. Ол мұғалім ағылшынша өзінің сабақтарын беру керек. Бізге көп мұғалім керек IT-технология бойынша, робототехника бойынша. Қазақстанда инновациялық идеясы көп жастар аз емес, ал білім мен ғылымның ізін аңдыған ақылды жастарға назар айрықша. Елбасы жастар жылының ашылуына арналған салтанатты жиында маман даярлау мәселесіне айрықша тоқталды. Үкіметке 100-200 қағидаты бойынша жас маман бағдарламасын әзірлеуді тапсырды. 3 жылға жоспарланған бағдарлама аясында индустриалдық әрі қызмет көрсету саласына қажетті 200 мың жасты оқытып шығу көзделіп отыр. Осы мақсатта өңірлерде Назарбаев университеті секілді жоғары оқу орындары жұмыс істейді және әлемдік үлгідегі 10 колледж іске қосылмақ. По одному университету в регионе Әрбір облыста Назарбаев университетімен деңгейлес бір университет құру керек. Сонымен қатар әрбір аймақта білім беру сапасы өте жоғары, заманауи технологиямен жабдықталған ең үздік 10 колледж құрылуы қажет. Жаңа оқу бағдарламасы енгізіліп, жоғары білікті ұстаздар сабақ беретін болады. Шетелдің озық тәжірибелі мамандарын тарту керек. Осы оқу орталықтарының жанынан жастардың инновациялық жобаларын қолдайтын стартап орталықтар құрылады. Қазақстанда жастардың 9% білім мен еңбекке қол жеткізе алмай жүр. Олардың жалпы саны 300 мыңға жуықтайды. Жаңа бағдарлама осы көрсеткіштің көлемін жыл сайын 1%-ға азайтпақшы. Яғни әр аймақта жұмыс таппай жүрген жастар заман талабына сай мамандық игеріп еңбекке араласады. Елбасы елімізде жұмысқа орналасуда ешқандай мәселе жоқ. Түйткіл тек мамандық таңдау мен игеруде екенін ескертті. Мынау экспоның орында осы жерде қолдарың тисе барып көріңдер, бір корпусының барлығын стартапқа бердік. Сол жерде 200 жас балалар Қазақстанның өздерінің шаруасын жасап жатыр барлығы. Мен баяғыдан ойлап жүрдім, ол болмаса әдейі бір үлкен ғимарат салып, бірдемені жасап ары қарай өткізем деген балалардың бәріне мүмкіншілік жасау керек. Соларды коммерцияға шығару үшін көмектесу керек. Елбасының тапсырмасымен жүзеге асатын жас маман бағдарламасының 3 жылдық жоспарына бюджеттен 60 миллиард теңге бөлінеді. Түптеп келгенде, мұның барлығы Қазақстан экономикасын шикізатқа деген тәуелділіктен арылту, болашақ ұрпақты заман көшінің алдыңғы легіне жеткізу. Ербол Мәндібек, Дархан Әлібек, ұлттық арна. Кәсіп қылам деген жастарға қолдау арттырылмақ. Бүгін жастар жылының ашылу салтанатында елбасы өзін-өзі жұмыспен қамтимын дегендерге жан-жақты көмекті күшейту керек деген бастама көтерді. Ол үшін қазір жұмыс істеп жатқан бағдарламалардың жұмысы жетілдіріле бермек. Әсіресе ауылдық жерлерде екі қолға бір күрек таппай жүргендерді кәсіпке тарту аса маңызды. Тіпті бағдарлама аясында тегін оқудан өткізу де көзделген. Сондай-ақ жас мамандарға қолдау ретінде бөлінетін қаржы мөлшері де ұлғайтылмақ. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы бастау жобасын қолына алып жүр. Ол бойынша ауылдар мен шағын қалаларда 43 мың тұрғынды оқытып шықты. Соның нәтижесінде 11 мыңнан астам бизнес жобалар іске асылып, 16 мыңға жуық жұмыс орындары ашылды. Атамекен осы жұмысты жалғастыра беру керек. Мәжілістің жалпы отырысында судьялардың тәуелсіздігін кеңейтуді көздейтін заң жобасы мақұлданды. Құжатқа сәйкес облыстық соттың алқа басшыларының жұмысына өзгерістер енгізіледі. Бүгін оларды тағайындау үшін жоғары сот төрағасының ұсынысы керек болса, енді олар байқауға түседі. Жалпы елімізде сот жүйесін жаңғырту жұмыстары қазір белсенді жүріп жатыр. Өткен жылы судьяларды іріктеу мен тағайындауға қатысты пилоттық жобалар жүзеге асып өз нәтижесін берген. Енді мамандар оны заң жүзінде бекітуді ұсынып отыр. Үкімдердің заңды болуы, қарапайым тілде түсіндірілуі және әр уәжге нақты жауап берілуіне назар аударылмақ. Осы мақсатта мықты заңгерлерді судьялық қызметке тарту міндеті тұр. Бұған қоса сот академиясындағы білім сапасын арттырып, судьяларды іріктеу талаптарын күшейте түспек. Қазіргі уақытта өңірлерде татуластыру орталықтары жаппай ашылып жатыр. Сонда адамдар кімге бару керек? Жаңа орталықтарға ма, әлде
аталған судьяларға ма? Жалпы мынау соттағы істердің 85% ол мынау азаматтық дауларға қатысты біз жасап жатырмыз. Татуластыру орталықтарын ашып жатырмыз. Сосын кабинеттер ашып жатырмыз. Дегенмен талап арыз болса, соттардың ішінде татуластырушы судьяны сондай фигураны біз енгіздік. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша жас қазақстандықтардың мұң-мұқтажын қамтамасыз ету үшін үкімет қарапайым және түсінікті тетіктерді қолдана отырып, қолдау көрсету керек. Бұл қолжетімді әрі сапалы білім, жұмыс, баспана мен отау құру мүмкіндігі. Атап өтерлігі Семей қаласының атынан жастар жылының ашылу салтанатына жас ақын дарын сыйлығының лауреаты Мерей Қарт қатысты. Толығырақ тілші бейнематериалында. Жастар жылының ашылу салтанатына барлық санаттағы жастар қатысты. Олардың арасында актерлер мен орындаушылар, 100 жаңа есім байқауының жеңімпаздары, болашақ бағдарламасының түлектері, жас ғалымдар мен әскери қызметкерлер, балалар үйінің тәрбиеленушілері, спортшылар мен дарынды жастар бар. Сондай-ақ әнші Димаш Құдайберген, актриса Құралай Анарбекова, шахматшы Жансая Абдумәлік пен өзге де жастар атсалысты. Атап өтерлігі салтанатты шараға Семей қаласының атынан жас ақын дарын мемлекеттік сыйлығының лауреаты Мерей Қарт қатысты. Біз қазақтың жас ақын жазушылары мемлекетіміздің үнемі қолдауын көріп келеміз. Біздің Қазақстанның жас ақын жазушылары ұлтымыздың руханиятына, әдебиетіміздің дамуына үлес қосып жүрміз. Мысалы, мен өткен жылы өзіңіздің қолдауыңызбен Қазақстан жазушылары қолға алған жалпы республикалық әдеби өлкетану жобасына қатыстым. Арнайы кереку жеріне барып, сол жердің мәдениетімен, әдебиетімен, тарихымен танысып, бір топ шығарма жаздым. Тек қана мен емес, республикамыздың әр аймағындағы аға буын ақын жазушылар, жас қаламгерлер кейінгі толқын осы жобаға қатысты. Еліміз туралы, жеріміз туралы шығармалар дүниеге келді. Осындай мүмкіндік берген сізге барлық қаламгерлердің атынан ризашылық алғысымызды білдіреміз. Атап өтерлігі еліміздегі жастар жылының ашылу салтанатын барлық қазақстандықтар телеарналардан тікелей эфирде және онлайн режимде тамашалады. Семейлік жастар қаланың бірнеше оқу орындарында ұйымдастырылған тікелей көрсетілімді бірлесіп көрді. Бүгін мінекей ресми түрде Қазақстан бойынша салтанатты ашылу рәсімін көріп тамашаладық. Елбасының егемен елдің жастарына артқан үміті және жастарға деген қамқорлығын толық сезіне алдық. Соның ішінде шежірелі Шығыс Қазақстан облысы қасиетті Семей қаласында 4 жоғары оқу орнында және 20-дан астам кәсіптік білім беру мекемелерінде 50 мыңнан астам жас бүгінгі таңда тікелей эфирден тамашалап, барлық бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде өзінің оң пікірлерін қалдырып жатыр. Бұл біз үшін, Семей қаласының жастары үшін, егемен елдің ертеңі үшін, еліміздің болашағы үшін қосқан үлкен үлесі деп білеміз. Айта кету керек, Семей үшін бұл шараның маңызы зор. Өйткені қалада 85 мыңға жуық студент білім алады. Жыл бойы жас белсенділердің өздерінің жобалары мен идеяларын ұсынуға мүмкіндік бар. Олардың үздіктері үкімет тарапынан қолдауға ие болады. Гүлназ Қаукен, Ильяс Кіндікбаев, Семей телеарнасы. Өзге де жаңалықтар. Биыл күзде Семей көшелерін жарықтандыруды жаңарту жұмыстары басталмақ. Бұл Еуропалық қайта құру және даму банкімен бірлескен жоба аясында жүзеге асырылатын болады. Жобаның құны 1 миллиард 850 миллион теңге шамасында. Бұл қаржыға 7,5 мыңнан астам шам ауыстырылмақ. Көшелерді жарықтандыру Семейдегі ең өзекті мәселелердің бірі. Қаламызда жалпы саны 878 көше бар. Оның тек 140 ғана жарықтандыру бойынша тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мен тұрғын үй инспекциясының теңгеріміне алынған. Жарықтандырудың сапасын айтпағанда кабель желілері мен шамдар 15 жылдан аса уақыттан бері ауыстырылмаған. Центр города, он очень... Қаланың орталығы нашар жарықтандырылған. Біраз жүрген соң қараңғы бола бастайды. Мен орталық әмбебап дүкеннің арт жағында тұрамын. Ол жақ қараңғы. Во-первых, темно. Түнде қараңғы, көшеде жүргенде шалынып құлауға болады. Оставляет, конечно, желать лучшего. Хотелось. Әрине, жарықтандыру сапасын арттыру керек. Мысалы, мен тұратын Подгорный көшесі жарықтандырылған, ал маңдағы көшелерде қараңғы. Бұл маған ұнамайды. В некоторых районах, где вот... Қаланың шеткері аудандарында жарық мардымсыз, бұл тұрғындар үшін қолайсыз. Я вот на Мичурина живу, сейчас сделали освещение. Қазір Мичурин көшесін жарықтандырды. Жалпы Семейде көшелер жарық деп айта алмаймыз. Әрине, өзге қалалардағы сынды көшелеріміз түнде жарқырап тұрса.
Коммуналдық сала өкілдерінің айтуынша таяу уақытта Семейде жарықтандыру мәселесі шешілмек. Қазір жұмыстарды атқаратын ұйымды анықтау үшін байқау өткізілуде. Тамыз айында келісім шартқа қол қойылып, қыркүйек айында жұмыстар басталмақ. Данный проект будет жоба аясында барлық шамдар жарық диодты шамдарға ауыстырылады. Бұл электрмен қамту шығынын азайтып, жарықтандыру сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Жұмыстардың барлығы компьютерлендірілмек, яғни бір тетікті басу арқылы қалаға түгелдерлік жарық беруге болады. Қазіргі кезде біз әр көшені өзіміз қосамыз. Нақтырақ айтсақ, әрбір көше кезекпен жарықтандырылады. Шамдар кешкі сағат 5-тен таңғы сағат 8-ге дейін жанып тұрады. Басқарудың жаңа автоматтандырылған жүйесі көшелерде бір сәтте шамдарды жағуға мүмкіндік бермек. Естеріңізге сала кетсек, құны 1 миллиард 850 миллион теңгелік жоба Еуропалық қайта құру және даму банкінің қолдауымен жүзеге асырылмақ. Бүгінде 136 көше бойынша жобалық сметалық құжат дайындалған. Бұдан басқа былтыр білім беру нысандарының маңындағы жарық жүйесі жөндеуге жергілікті бюджеттен 25 миллион теңге бөлінген. Арыскүл Мадвасова, Ернұр Қалелов, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Елбасы жолдауында сот жүйесін одан әрі жаңғырту туралы айтылған. Осыған байланысты елімізде отбасылық сот қанатқақты жобасы қолға алынды. Қаламыздағы мамандандырылған әкімшілік сот 1 қаңтардан жобаны жүзеге асыра бастады. Таяуда сот ғимаратында арнайы медиация кабинет ашылды. Онда сот медиаторлар заңды негізге ала отырып, кәсіби психологтың көмегімен процеске қатысушылармен әңгімелер өткізіп, оларды сот отырысына жеткізбей татуластырады. Бүгінде сот жүйесінің негізгі мақсаты ең алдымен отбасын сақтап қалуға бағытталған тиімді процессуалдық және материалдық нормаларды қолдану. Сондықтан сот отбасылық тұрмыстық қатынастар саласындағы әкімшілік істерді қарап қана қоймай, отбасылық қатынастарды сауықтыру, оны сақтап қалу және тараптарды татуластыру бойынша шаралар қабылдайды. Жасөспірімдер сотында, сонымен қатар қалалық сотта бұл пилоттық жоба уже жұмыс істеп жатыр былтырдан бері. Енді биылғы жыл бізге де берді, себебі бізде де әкімшілік істердің ішінде жаңағы ерлі зайыптылардың арасында немесе ата-ана мен балалардың арасында шыққан жанжалға байланысты бізде әкімшілік істер қаралады. Соған байланысты бізде бүгінгі міне болып жатқан шара бізде татуласу бөлмесі ашылып жатыр. Енді жаңа психолог болады сотта. Енді біз ойлаймыз, осы жақсы нәтижесін беріп, одан да көп жаңағы пайызға енді бәрі татуласады деп. Медиация кабинеті салтанатты түрде ашылды. Арнайы ұйымдастырылған шараға сот жүйесінің ардагерлері мен соттар шақырылды. Кабинет жұмысымен танысқан аға буын өкілдері жас әріптестермен әңгімелесіп, отбасылық қарым-қатынасты сақтап қалуда олардың жұмысы маңызды рөл атқаратынын атап өтті. Әсіресе жас отбасы семьяларды сақтауға өте әсерін тигізеді деп ойлаймын. Мұнда психологтың кабинеті, психологқа, судья, медиатордың отыратын үлкен кабинет ашылып жатыр. Бұл өзінің нәтижесін береді деп ойлаймын, өте қуаныштымын. Айта кетерлігі, бұл жалғыз жоба емес, мамандандырылған әкімшілік сотта түнгі сот жобасы жүзеге асырылуда. Ол кешкі 6-дан түнгі 10-ға дейін жұмыс істейді. Түнгі сотта негізінен жол көлік оқиғаларына қатысты істер қаралады. Мұндағы басты шарт тараптардың келісімге келуі, яғни заң бұзушы кінәсін мойындайды, ал зардап шеккен тарап келтірілген шығынды сақтандыру компаниясы арқылы қабылдауға келіседі. Түнгі соттың бір жақсы нәтижесі халыққа берген, ол енді уже қорытындысын халық біліп жатыр. Жаңағы сақтандыру компаниясының сол келтірілген зиянның бірден алады. Себебі жаңағы ол 3 күн ішінде бірден 3 тәулік ішінде бізге түседі іс, немесе сол күні түседі, бірден жаңағы хаттаманы толтырып әкелсе. Содан кейін жаңағы түнгі сотта судья істі қарайды, бірден енді 10 тәуліктен кейін жаңа қаулы күшіне енеді. Қазір болған күннен бастап 3 күннің ішінде әкімшілік сотқа келіп қаралады. 3 күннен кейін 3 күннің ішінде қаралғаннан кейін қаулы қолдарына беріледі. Олар жаңағы сақтандыру компаниясына барып келген шығынның мөлшерін есептей береді. Қаулы 10 тәуліктен кейін күшіне енеді. Ол енді 12-13 күн демалыс күндерді есептемегенде. Сонда бар жоғы бір 15-20 күннің ішінде келген шығын жәбірленушіге төлене бастайды.
Өткен жылдың 4 айында түнгі сотта 105 іс қаралған. Яғни 100-ден аса жерлесіміз уақытын үнемдеп қажетті төлемдерге қол жеткізген. Түнгі сот жұмысы ағымдағы жылы да жалғасын таппақ. Ырысқұл Мадвасова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Қазақстанда соңғы 10 жылда табылған тарихи заттар халқымыздың мұраға бай екендігін дәлелдейді. Атқа міну мәдениеті мен жылқы шаруашылығы жер жүзіне ұлы даладан тарағаны тарихтан белгілі. Жылқыны қолға үйрету арқылы біздің бабаларымыз өз дәуірінде үстемдікке ие болды. Жылқының қолға үйретілуі атқа міну мәдениетінің де негізін қалады. Бес қаруына сынған салтатты сарбаз айбарлы көшпенділер империялары тарих сахнасына шыққан дәуірдің символына айналды. Ту ұстаған салтатты жауынгердің бейнесі батырлар заманының ең танымал эмблемасы. Біз әлемнің барлық түпкіріне ежелгі қазақ жерінен тараған осынау ұлы технологиялық революцияның жемісін адамзат баласы 19 ғасырға дейін пайдаланып келгенін ұмытпауға тиіспіз, деді президент Ұлы даланың жеті қыры мақаласында. Бұл тұрғыда семейлік жалпы білім беретін мектептердің мұғалімдері елбасы мақаласын қолдай отырып, халқымыздың тарихы міндетті түрде терең зерттеліп, ұрпақтан ұрпаққа берілуі тиіс деп есептейді. Біздің қола дәуіріне жататын Ботай қонысы деген солтүстік Қазақстаннан ескерткіш табылған. Сол жерде 70 мың жылқының сүйегі табылған. Яғни біздің ата-бабаларымыз жылқыны қолға үйретіп, алғаш рет жылқыны көлік ретінде пайдаланған деген сөз. Осы мақала арқылы біз мына бүгінгі болашақ ұрпаққа, соның санасына біздің жерімізде осындай жетістіктердің, осындай жәнегі даму деңгейін, мәдениеттің болғандығын біз сіңіру мақсатын көздеп отырмыз. Бүгінге осы, назарларыңызға рахмет, амандықпен жүздескенше.